келген хадисіміз 22-ші хадис жаназа жайында айтылады. Ан Аби Хурайра радиаллаху анху анна набия саллаллаху алейхи ва саллям на'a лин-наси наджашия фил йауми аллази мата фихи. Нажаши деген білеміз, кезіндегі мұсылмандарды панаға алған эфиопиялық басшы, сол жердің билеушісі қайтыс болған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол кісі қайтыс болған бәрін хабарлап, фахараджа илал мусалла, сөйтіп намаз оқитын жеріне шығып, факаббара арбаа такбиратин, 4 такбир намаз оқыды деп айтады. Деректе имам Бухари, имам Муслим келтірген. Яғни өзен көретініміз жаназа намазы 4 такбирден тұрады. Бәріміз де әрине оны оқып жүреміз. Кейбір кісілер өкінішке орай адырап қалады, не істерін білмей қалады. Яғни жаназа өзі 2 рукыны бар. 2 негізі құраушысы. Біреуі тік тұру, екіншісі 4 такбир. Бірінші такбир айтқан кезде қолымызды құлаққа кәдімгідей көтеріп, Аллаху акбар деп айтамыз. Кейін қолымызды кіндіктің астына байлап, Субханак Аллахума бихамдик, ва табарак асмук, ва та'ала жаддук, және осы жерде ва жалля санаук деген сөзді қосқанымыз абзал. Ва ла илаха ғойрук деп айтамыз. Не осы сана дұғасында болады. Кейін қайтадан Аллаху акбар деп айтамыз. Имам айтады, сосын біз Аллаху акбар деп айтамыз. Екінші рет қол көтерілмейді. Тек қана Аллаху акбар деп айтамыз. Осы жерде салауат оқимыз. Аллахумма солли аля Мухаммад ва али Мухаммад, кама соллайта аля Ибрахим ва али Ибрахим деген дұғаны соңына дейін оқимыз. Салауат. Осы екінші такбирді айтып болғаннан кейін үшінші такбир кетеді. Үшінші такбир Аллаху акбар деп айтып, мәйітке арнайы дұға оқылады. Енді бұның сүннетте келген дұғалары бар. Бірақ егер сол дұғаны білмейтін болсақ, кез келген, яғни мәйітке дұғаны айта берсеңіз болады. Алла тағала оны кешіре көр, тозақ отынан сақта, қабір азабынан сақта, пешке кіргіз деген сияқты дұғаларды айта беруге болады. Ең бастысы сол мәйітке бір дұға жасау. Яғни кейбір кісілер мен дұғаны білмеймін ғой, қайтып өткізем, қайтып намазға қатысам деп, оған ешқандай мән бермеңіздер. Қатысып, ары қарай сауапты бағыштаймыз осылай. Кейін имам 4-ші рет Аллаху акбар дейді, екі жаққа сәлем беріледі. Ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла деп, не осылай жаназа намаз аяқталады. Оңай ғана, бірінші рет ғана қол көтереміз такбирде, Аллаху акбар деп. Одан кейін жаңа айтқандай сана дұғасы, кейін салауат, кейін дұға, кейін 4-ші рет Аллаху акбар деп деген кезде 4-ші такбирде екі жаққа сәлем беріледі. Не осылай ғана жаназа намаз өте оңай оқылады. Және де жаназа намаз бұл әрине ең адам қайтыс болған кезде ең негізгі жақсылатын нәрсем сол. Кейбір кісілер бейсенбілікке барып Құран оқытамын дейді, немесе көңілін сұраймын. Ол дұрыс, әрине, ол да барлығы көңілі сұрауыңыз сауап нәрсе. Бірақ ең негізгі мәйітке пайда беретініміз ол жаназа намаз. Сол үшін ең басты соған асығу керек. Соны жасауға тырысу керек. Мәйітке ең соңғы беретін біздің сауабымыз, мәйіттің біздің алдымызда бір ақысы. Сол үшін парыз кифая дейді. Яғни, егер ешкім бармаса, сол жердегінің бәрі күнәһар болып кетеді деген жаназа намазына. Сол үшін осыған барып асығайық. Кейбір кісілер сол жаназа намазға барған кезде дәретім жоқ деп намаз оқымай кететіндер бар сол жерде. Ол жерде дәрет алатын мүмкіндік болатын болса, барып дәрет аласыз. Егер дәрет алатындай үлгермейтін болсаңыз, жаназа намаз басталып аяқталатын болса, онда таяммум ғана соғып қатыса берсеңіз болады. Топыраққа, тасқа, құмға кәдімгідей таяммум соғасыз қолыңызбен, бетіңізді сүртесіз, екінші рет соғасыз да, қолыңыз шынтақпен бірге оң қолын сол қолы сүртіп шығасыз да, намазға кірісе бересіз. Егер уақытыңыз аз болатын болса, қазір жаназа бітіп қалады деп қорықсаңыздар. Сосын жаназа намазы аяқталғаннан кейін уақытыңыз болса, жақсы барып, сол көму рәсіміне қатысып келу. Егер уақытыңыз болмаса, онда бір рұқсатын сұрап, әдемі кетіп қалу керек әдеп бойынша. Яғни кейбір кісілер оқиды, оның келгенде келмеген белгісіз жоқ болып кетеді. Жоқ, сіз барып айтыңыз, көңіл айтыңыз, Алла тағала енді пештен шығарсын, иман саламат болсын деген сияқты дұғаларды айтып, уақытым жоқ екен, немесе басқа жерге баратын едім, айтып өзіңіз айтыңыз. Егер ондай уақытыңыз болса, онда барып, сол марқұмды толыққанды көму рәсіміне қатысу, ол әрине абзал болатыны сөзсіз. Не осылайша жаназа намаз оқылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бері келе жатыр, имам Бухари Муслим келтірген хадисте. Және де кей кезде әрине мәйіттің қарыздары болады. Соны егер бір адамдар кешірсе, жақсы кешірді, мысалы, ол жақта қатыспайтын кісілер бар.
сол мәйіттің қарыздарын жапқан ол абзал болады. Өйткені білеміз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір мәйіт қайтыс болса сұрайтын, қарызы бар ма деп. Егер қарызы болатын болса, онда өздерін жаназа намаз шығарыңдар деп айтады. Мен шығармаймын дегендей. Сөйтіп біреу мойнына алса, мен мойныма аламын деген кезде ғана сол кезде ғана жаназа намазын шығарады. Сол үшін егер ондай бір жағдай болатын болса, онда қарызын өтеп тастауға тырысу керек. Егер қарызы болса, сосын қарызы қанша қарап, сол жамағат барынша көмектесіп, сол қарызды жапқан абзал. Әрине ол міндет емес, парыз емес, бірақ сол бауырымызға, сол ағамызға соңғы көмектесетін нәрсеміз осы болмақ. Сол үшін не болса жаназа намаздан қалмайық, жаназа намазды көрсек қатысуға тырысайық. Дәретіміз жоқ деп өзірді айтпайық, таяғын соғып та қатыса бересіз, егер уақытында жоқ болса, дәрет алатын жер болмаса, сөйтіп қатысып жаназа намаздың ақтық сапарына барып қатысамыз. Білеміз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жалпы осы адамдар жақсы сөз айтатын болса, уәжабат деген пейішке барады. Ол мәйіт жайында, сол үшін мәйіт жайында бір жақсы сөз айту керек. Кемшіліктер болса жасырып барынша айтпау керек. Сондықтан да біздің мәйітті жуындырған кезде кірген кісілер жайында бұл тақуа кісі болған жақсы, жақсы кісілер болған жақсы дейді. Өйткені мәйіт жуған кезде әртүрлі белгілер болуы мүмкін. Немесе әртүрлі бір кемшіліктер болуы мүмкін дене бітімінде. Немесе беті қарайып кетуі мүмкін. Соның бәрін сыртқа жаятын адам болмау керек. Ешнәрсе айтпай, көрген нәрсесін сол дұрыстап жуындырып, сөйтіп шығарып салу қажет. Алхамдулиллахи раббил аламин, Раббана зидна илман нафиа ва ризқан тойиба ва амал мутақаббала. Аллахумма а'инна аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадаtik. Амин. Аллаху акбар.